Қаракүсір руының Жағал деген бір азаматы, жасы 80-ге келіп қартайып отырған кіші жүз жақайым жетес бимен әңгіме үстінде: «Я жетеке, сіз 80-ге келдіңіз, әрбір 10 жылды бір белеске қойғанда не нәрсеге теңер едіңіз?» деген екен. Сонда жетес сәл ойланып алып: Қарағым-ай, мен 10 жасымда асық ойнадым, қызығына тоймадым, қатар балалардың асығын ұтып қоймадым. 20-ға келдім, бойға жетіп бойладым, онда да балалықты қоймадым. 25-ке жеттім, жақсы іске сүйіндім, жаман іске күйіндім, барымды бойға киіндім, сұлу қыз келіншек болса соған шүйілдім. 30-ға келдім, қызыл алтайы түлкі болдым, қыран бүркітке алдырмадым, құмай тазға шалдырмадым, қатар құрбымның көңілін қалдырмадым. 40-қа жеттім, арғымақтай аңқылдадым, тау қырандай шаңқылдадым, ағалмастай жарқылдадым, дариядай сарқылмадым. 50-ге келдім, биік бір қара төбенің басына шықтым, алды-артымды тегіс көрдім, бірақ қай жағы алыс, қай жағы жақын екенін біле алмадым. 60-қа жеттім, 6 тарау жолға кездестім, қайсысына түсуді білмей дағдарысқа ұшырадым. 70-ке келдім, жеңілгенімді білдім, билікті бала-шағаға бердім, айтқанына көндім, жетегіне ердім. Тап осы күні 80-демін, алдым терең құз, артым биік жар, сол жағым су, оң жағым от, қалай қарай қозғалсам да маған тірлік емес-ау деген екен.